Бала елестерді көре алады. Ол оларды күнделікті көретіндіктен, олармен қажетсіз байланыста болмауға тырысады. Бір күні әйелдің елесі тым жақындап, оны иемденуге тырысты. Ол оның бетінен ұрып, енді оны мазаламауын өтінді. Аруақ кешірім сұрап, енді оның үйіне келмеймін деп уәде береді. Бұл бала, Бенгпал, елестерді бала кезінен көреді. Оның өмірдегі басты мақсаты 1 миллиард вон жинау. Сондықтан ол жын шығарушы ретінде өз қызметтерін ұсынады. Жұмыс істеген жылдарына қарамастан, ол бар болғаны 1,27 миллион вон табыс тапты. Осы қарқынмен мақсатына жету үшін, оған тағы 12 жыл қажет болады. Оның жауынгерлік тәжірибесі болмағандықтан, ол тек әлсіз елестермен күреседі. Мықтылармен бетпе-бет келгенде, ол оларды жеңе алмайтынын біліп, шегінеді. Бір күні ол қыздан хабарлама алады. Ол оған сеу қыздар орта мектебіндегі зұлым аңызға айналған аруақтан арылуға көмектесуін сұрайды. Ол мектепке тез арада келу үшін оған 10 миллион вон төлеуді ұсынғанда, Бонгпал еш ойланбастан келіседі. Мектепке келгенде, Бонгпал компьютерлік сыныпта оқитын әдемі орта мектеп оқушысын байқайды. Ол кенеттен жоғалып кетеді. Содан кейін оның алдында қайта пайда болады. Оны елестеп танығаннан кейін, Бонгпал онымен төбелеседі. Оны еденге құлатқаннан кейін, қыз жүрек ауруынан қайтыс болды деп, жүрегі ауырады. Бонгпал оны шығарып салуға келгенде, елес қыз оның көзіне қадалып, ақыры оны қатты ұрып тастады. Орта мектеп оқушысынан жеңіліп қалғанына ашуланған, Бонгпал ашуланып, мектептен шығып кетеді. Келесі түні ол ағасының қасиетті қылышын қолына алып, мектепке қайтады. Елесті байқаған ол оған шабуыл жасамақшы болады, бірақ ол жоғалып кетеді. Оның артында пайда болғаннан кейін, ол оны арқасынан теуіп, құлап кетуіне себеп болды. Досының қанша тырысқанына қарамастан, оған елесті жеңу қиынға соғады. Олар төбелесіп жатқанда, олар баспалдақтан құлап, кездейсоқ сүйісіп қалды. Хен Джи есімді елес 5 жыл бұрын қайтыс болды. Бірақ ол әлі күнге дейін оған не болғанын және неге тірілер әлемінде қалып қойғанын есіне түсіре алмайды. Алайда, Бонгпалмен сүйіскеннен кейін оның өлімі туралы естеліктер қайта орала бастайды. Ол жолдың ортасында жараланған күйінде жатқанын есіне алады. Бонгтың досы Пацелудің байқаусызда болғанын және олардың баспалдақтан құлап кетуіне байланысты болғанын түсіндіруге тырысады. Бонгтың досы оны бірінші сүйгені үшін мазақ еткеніне ашуланған, Хен Джи онымен күресуді жалғастыруда. Сонымен қатар, Бонг досының университеттегі серіктері мен Бостон клубының мүшелері Чун Санган мен Ранг бір мектеп дәретханасында жасырынып, елестердің бейнелерін онлайн сату үшін түсіріп жатыр. Көбірек клуб мүшелерін тарту. Кенеттен оларға Хен Джиден басқа елес шабуыл жасайды. Бұл оларды қашуға мәжбүр етеді. Елестің зұлым жүзін көрген Бонгпал өзінің жын шығарушы екенін бір сәтке ұмытып кетеді. Олар мектептен кету үшін лифтке көтерілгенде, елес Бонгпалдың мойнынан ұстап алады. Бұған жауап ретінде Бонгпал елестің бетінен жұдырықпен ұрады. Оның қорқыныштысы, елестің беті қыздан еркекке айналады. Бұл адам бұрын орта мектепте мұғалім болған, бірақ ол бұзық болған. Ол әйелдер дәретханасына кіріп бара жатқанда, оқушылардың бірі оны шелекпен ұрып, құлап, басын раковинаға соғып, оның өліміне әкеп соқтырды. Бонгпал қаласа, бірден мектептен кетуі мүмкін еді. Бірақ Хен Джиді бұзық мұғаліммен оңаша көргеннен кейін, ол олай емес деп шешті. Елес, ол оған көмектесуді шешті. Бұзық Хен Джиге зиянын тигізбей тұрып, Бонгпал қылышымен араша түсті. Ол мен зұлым аруақтың арасында төбелес басталады. Бірақ аруақтың күштірек екені белгілі болды. Алдымен Бонгпал оны таң қалдыру үшін аруақтан кешірім сұрағандай кейіп танытады. Бірақ кейін ол күтпеген жерден шабуыл жасайды. Бұзық оны оңай жеңіп, тұншықтырып, өлтірмек болып, мойнынан ұстап алады. Бонгпалға қауіп төніп тұрғанын көрген Хен Джи оған көмекке келеді. Ол бұзықты шап тұсынан тепкілеп, Бонгпалмен бірге зұлым рухпен күреседі. Елес Хен Джиді құлатқанда, ол Бонгпалға елестің басын нысанаға алуды бұйырады. Өйткені ол оның әлсіз жерін көреді. Оның нұсқауларын орындай отырып, Бонгпалы елестің басынан қылышпен ұрып, оның тірілер әлемінен мәңгілікке жоғалып кетуіне себепші болады. Кейінірек, олардың әңгімесі кезінде Бонгпалы Хен Джидің мектептегі компьютерден елес туралы хабарлама жібергенін түсінеді. Ол бұл бұзықтан қорқып, одан көмек сұрады. Енді Бонгпал өзінің 10 миллион вондық гонорарын талап етіп жатыр. Бірақ Хен Джи оның елес екенін және ақшасы жоқ екенін түсіндіреді. Бонгпал ашуланып, Хен Джиге енді ешқашан көзге түспеуді бұйырады. Оның қалай өлгенін есіне түсірмейтін Хен Джи, Бонгпалдың сүйісуі оның бойындағы естеліктерді оятқанын түсінгенде үміт нұрын сезінеді. Өзінің өлімі мен тірілер әлемінде бар екендігі туралы шындықты ашқысы келген, ол Бонгпалды оның үйінде іздеп, оны қайтадан сүймекші болады. Хен Джидің шын ниетінен бейхабар, Бонгпал одан жас көрінетінін және соған сәйкес әрекет ету керектігін айтып, оны итеріп жібереді. Хен Джи бұл пікірге риза, бірақ ол 5 жыл бұрын қайтыс болғаннан бері ол өзінен үлкен. Бонгпал оның не істеп жатқанын сұрағанда, Хен Джи оған тек бір нәрсені растау керек екенін түсіндірді. Ашуланған және әңгімені жалғастырғысы келмеген Бонгпал оған кетуін айтты. Алайда Хен Джи оңайлықпен бас тартуға дайын емес. Екінші жағынан, біз Бонгпалдың ағасы Манах мен Чолды көреміз.
Ол анасы қайтыс болғаннан кейін және әкесі кеткеннен кейін оған қамқор болған. Менің жас чолым Понпалдың елестерді көре алатынын біледі. Бірақ жын шығарушы монах ретінде ол Понпалға онымен, олармен араласпауға кеңес береді. Осыған қарамастан, Понпал жын шығарушы болып жұмыс істейді. Өйткені менің жас жолым оған көзіне ота жасатса, көре алмайтынын айтты. Енді елестер жоқ. Сондықтан операцияға қажетті ді жинап, жолдастары сияқты қалыпты өмір сүру үшін Банг Пау ағасының нұсқауына қарсы шығады. Бұл арада Хэн Джи оның соңынан еруді жалғастыруда. Банг Пау басқа баратын жері жоқ па деп сұрағанда, Хэн Джи оның есте сақтау қабілетін жоғалтқанын, тіпті оның не үшін және қалай өлгенін де білмейтінін түсіндіреді. Осыған қарамастан, Банг Пау оның тарихын ойлап жатыр деп ойлап, оған сенуге дайын емес. Хэн Джи оны қайтадан сүймек болғанда, Банг Пау оған елестерден қорғайтын тұмар көрсетеді. Хэн Джи елес болғандықтан, ол бірден оның үйінен шығып кетеді. Келесі күні монах мен чолды үй иесі шақырады. Ол елестің қонақтарын қорқытуынан жалыққан. Елесті қуып шығара алатынына сенімді болған мен чол оған қылышпен шабуыл жасайды. Алайда, бұрынғы күшінен айырылған қарт монах болғандықтан, оны бөлмедегі елес ұрып соққан. Сол түні үйге оралғанда, ол пәтерде қандай да бір ерекше энергияны сезді, бірақ оны елемей, кешкі асқа Банг Пауға қосылды. Сол түні Банг Пау ұйықтап жатқанда, Хэн Джи оны сүйіп алудың мүмкіндігі деп санайды. Алайда, ол мұны істей алмай тұрып, мен чол Банг Пауды қорқытып, қорқынышты түстен оянады. Хэн Джиді тым жақын көргеннен кейін, ол ашулана бастайды және оны бөлмеден қуып жібереді. Келесі күні Банг Пауға елесті соңынан шығару міндеті жүктелген. Үй иесі оған бөлмені көрсеткеннен кейін, ол қонақ үйден шығып кетті. Банг Пау бөлмені қарап жатқанда, Хэн Джи галерея аймағында бірдеңе дұрыс емес екенін сезді. Банг Пау бөлмеде жатқанда, оны біреудің қолы шкафқа тартып алды. Бұл оны қонақ үйден тезірек кетуге көндіретін әйел елес. Ол қатты қорқады. Өйткені ол бір кездері күйеуінің зорлық-зомбылығына ұшырап, ақыры оны шкафқа қамап өлтірген. Оның күйеуі де елес болып, қонақ үйдегі барлық өлімге жауапты болып шықты. Кенет досы біреудің айғайлағанын естиді. Шкафтан шығып бара жатып, зұлым елес Хэн Джидің тамағынан ұстап алғанына куә болады. Банг Пауды байқаған елес Хэн Джиді шетке лақтырып жіберіп, оған қарсы тұрады. Банг Паудың қарсы тұруға тырысқанына қарамастан, елес күштірек болып шығады. Елес оны өлтірмекші болған кезде, Хэн Джи оған көмекке асығады да, елесті тепкілеп қуып жібереді. Шайқас кезінде Хэн Джи елестің әлсіздігін байқайды. Бұл адамды бір бөлмеде отырған досы пышақтап тастаған екен. Күйеуі де, әйелі де өлтірілгендіктен, олардың жаны тірілер әлемінде қалып қойды. Осы біліммен қаруланған Хэн Джи елесті иммобилизациялайды және Банг Пауға оның бүйірінен ұруды бұйырады. Оның нұсқауларын орындай отырып, Банг Пау елесті жеңе алады. Енді күйеуінің рухы жеңілгендіктен, бұрын күйеуінің қатысуымен байланған әйел енді бостандықта және ақырет өміріне ауыса алады. Сол түні Банг Пау Хэн Джиден неге оның соңынан еріп жүргенін сұрады. Дәл сол кезде Хэн Джи оны ертерек сүйгенде, оның өлімі туралы естеліктер 5 жылдан кейін қайта пайда болғанын мойындады. Мұны естіген Банг Пау Джиді сүйеді. Бірақ бұл жолы оның есінде ештеңе қалмайды. Екінші жағынан, Чжон Сан мен Инран өз бейнелерін вирусқа айналдыруды мақсат етіп отыр. Алайда, Чжон Сан оның аккаунтын Садако есімді біреу бұзған кезде мәселеге тап болады. Садако әлеуметтік желілерде жағымсыз ақпарат тарататын тролл. Әсіресе Миз есімді атақты күмер әншіге дөрекі пікірлер жіберу арқылы Садако Чон Сеңтің аккаунтын бұзып, оның профиліндегі МС-ға деген өшпенділік туралы пікірлерді де жариялау үшін мәселе ушығып барады. Жұртшылықтың үздіксіз теріс пікірлерінің нәтижесінде МС ойға келмейтін нәрсені қайғылы түрде жасайды. Қазір оның жаны оның профиліне жекөрінішті пікірлер жариялау арқылы оның қайғы қасіретіне үлес қосқандардан кек алу үшін әлемді шарлап жүр. Осы уақытта Понпал мен Хэн Джи келісімге келді. Понпалдың елестермен күресуге, олардың әлсіз жақтарын ашуға көмектесуінің орнына, Хэн Джи Понпалдан тамақ пен баспана алады. Бұл оған онымен бірге болуға және колледжге түсу емтихандарына дайындалуға мүмкіндік береді. Хэн Джидің елес досы оның қайтыс болғанын түсінген кезде сет емтиханын тапсыру жолында екенін айтты. Демек, олар Хэн Джидің жаны аяқталмаған істердің, мүмкін сет емтиханын тапсыруға байланысты істердің салдарынан тірілер әлемінде қалуы мүмкін деп күдіктенеді. Келісімшарт жасалды. Бірақ Хэн Джидің тамақтануға кететін шығыны Банг Пау күткеннен әлдеқайда көп сияқты. Ол себетке ет қосуды талап етіп, Банг Пауды көпшілік алдында ыңғайсыз сезінеді. Үйге қайтып бара жатқанда, Хэн Джи Банг Паудан оған көйлек сатып алуын өтінеді. Бірақ ол оны кие алатынына күмәнданып, бас тартады. Хэн Джи бұл көйлекті өртеп жіберсе, кие алатынын айтады. Бірақ Банг Пау жаңа көйлекті өртеп жіберуді ойлағысы келмейді. Сондықтан ол бас тартады. Бұл арада Садаконың оның геймплейі мен трансляциялары туралы жекөрінішті пікірлері Чжон Санды одан сайын ашуландырады. Садако өзінің зұлым пікірлерінің бірін жариялағанда,
теледидардағы жаңалықтарда пұт әнші Мейздің қайғылы қазасы туралы айтылады. Кенеттен Садаконың телефонында Мейздің ойға келмейтін нәрсені істеп жатқаны туралы бейне ойнатыла бастайды. Бұл оны шошытады. Миссис Сонг ойнап жатқан теледидарды көріп отырып, Садако төсек астынан Елес ханымның пайда болғанын байқамайды. Елесті көрген Садако жылап, айқайлайды, бірақ оған көмектесетін ешкім жоқ. Осы уақытта Шун Санг Ин мен Ренг Садаконың үйіне келіп, бұзылған аккаунт туралы онымен бетпе-бет кездесуге дайын. Олар пәтердің есігін ашқанда, Садаконың көзінен және аузынан қан ағып жатқан өлі денесін көргенде шошып кетеді. Үрейленіп, олар тез арада ғимараттан шығып, полицияға хабарласады. Детектив бастапқыда олардан күдіктенеді. Бірақ бейнебақылау камералары олардың Садако қайтыс болғаннан кейін осында келгенін көрсеткенде, олар күдіктенеді. Кенеттен оларға тағы бір детектив қосылып, көптеген қорлайтын пікірлер жариялаған желідегі ханымды жек көретіндер бірінен соң бірі мезгілсіз қайтыс болып жатқанын хабарлайды. Садакодан кейін кезек Чун Санға келді. Оның аккаунты бұзылғанымен, ол бұл туралы ештеңе істей алмайды. Өйткені Мейз қаламайды. Оған жағдайды түсіндіруге уақыт беріңіз. Дәл қазір Чен Санг пен Нранг дүрбелеңге түсіп, Мейз жақын арада олардың артынан келетінін түсінді. Досын құтқару үшін Нранг бұрын елестермен соғысып жатқанын көрген Бенг Пейлді іздейді. Нранг оған Мейз және оның өлтірулері туралы айтып жатқанда, Шун Санг елестен қорғану үшін ағаш крестерді ұстайды. Нранг оған қоңырау шалғанда байланыс уақытша үзіледі. Көп ұзамай Чен Санг ханымның телефонында әнімен бірге ойға келмейтін әрекеттерді жасап жатқанын көреді. Дүрбелеңге түсіп, бөлмесінен шығуға тырысады. Бірақ дәлізде оны күтіп тұрған Мейзді тауып алады. Бұл оны шошытады. Мейз оны бір соққымен нокаутқа жібереді. Ол оған одан да көп зиян келтірмес бұрын Хен Джи келіп, оны Джун Сангтан итеріп жібереді. Хен Джи оған адамдарды өлтіру ештеңені өзгертпейтінін түсіндіруге тырысады. Бірақ ханым тыңдауға тым ашулы. Екеуінің арасында төбелес басталып, Мейз басымдыққа ие болады. Ол Хен Джиді тұншықтырып өлтірмекші болды. Бірақ Бонг Пал дәл уақытында пайда болып, Мейзді қабырғаға лақтырып жіберді. Өзін айнадан көргенде, Мейз өзінің бұрынғыда емес екенін түсінеді. Хен Джидің сөздері оның іс-әрекетінің дұрыс емес екенін және оған ештеңе әкелмейтінін түсінуге мәжбүр етеді. Тағдырына мойынсұнған Мейз ақырет өміріне саяхатын жалғастыра отырып, ауада жоғалып кетеді. Сол түні Хен Джи ұйықтап жатқанда, Бонг Пал жақында оған сатып алған көйлегін өртеп жібереді. Хен Джи оянғанда, ол өзін осы әдемі көйлекпен таныстырады. Ол қатты қуанады. Өйткені соңғы 5 жылда біреу оған бірінші рет сыйлық сатып алып отыр. Осы кезде Бонг Пал оны көргенде, оның сұлулығына таң қалды. Екінші жағынан, қыз саунада шомылып жатыр. Кенет оның аяғына бірдеңе тиіп тұрғанын сезді. Төмен қараса, елес көріп шошып кетеді. Келесі күні Ранг пен Чун Санг Бенг Палуға оның жын шығару қызметі үшін ақша төлеуге алаңдайды. Оларда ақша жетіспейді. Одан да сорақысы, мектеп комитеті олардың елестер желісі клубын таратып, оларды колледж берген пәтерден қуып жібереді. Аз ғана ақшасы бар, дуэт түнеуге арзан жер тауып алады. Сол жерде елес саунасы бар. Паранормалды әрекеттен бейхабар. Достары қуана 50% жеңілдік алады. Бұл жұп саунаға келіп, біраз ұйықтайды. Кенет Нрангу қызып кетті. Ол саунадан шығып, сыртта ұйықтайды. Ол шыққаннан кейін шамдар жыпылықтай бастайды. Саунаның елесі Чун Санның алдына шығып, оны үрейлендіріп кетуге тырысады. Бірақ ол есікті аша алмайды. Сонымен қатар, елес оны артқы жағынан ұстап алып, қозғалысқа кедергі келтіреді. Күрестен кейін Чун Сан Нрангты оятып үлгереді. Ол досына аруақты саунадан шығуға көмектеседі. Келесі күні мектепте ол қоңырау шалып, интернеттен іздеп, бір ай бұрын саунада бір адамның қайтыс болғанын білді. Бұл сол жерде елестің болуын түсіндіруі мүмкін. Ерлі зайыптылар өздерінің қаржылық жағдайына байланысты күйзеліске ұшырады. Өйткені Бонг Пал оларға қоңырау шалып, төлемді талап етуді жалғастыруда. Ол университетте олармен бетпе-бет келгенше, олар одан аулақ жүреді. Оларды ұстап алған соң, ол жын шығару үшін ақы талап етеді. Бірақ Нранг тағы 2 күн күтуін сұрайды. Ақша жинау үшін олар жоспар жасайды. Олар саундқа иесі ретінде жүгінеді және бұл жерді оның бизнесіне әсер ететін елестен арылту үшін өздерінің жын шығару қызметтерін ұсынады. Иесі келіскеннен кейін олар Бонг Палға 1500 және $1 жұмыс ұсынады. Ол бастапқыда бас тартады. Бірақ олар жалақыны $3500 дейін көтергенде, ол келісімге келіседі. Сол түні команда саунаға келеді. Ал Бонг Пал елесті іздей бастайды. Ол, Чун Сан және Нран өз істерімен айналысып жатқанда, біз Хен Джидің еденде ұйықтап жатқанын көреміз. Ол Бонг Палға елеспен күресуге көмектесу үшін келді, бірақ ол бұрын сыра ішкен және тұруға тым мас болған. Кенет Бонг Пал айғайлаған дауысты естіді. Ол іздеген елес Хен Джиге арам ниетпен жақындап қалған екен. Оның айқайын естіген Бенг Пал оны мүмкіндігінше тез құтқаруға асығады. Дәлізде ол ақыры Хен Джиге құмар болып көрінетін елесті кездестіреді. Ол қызды ұстап алған кезде Бонг Пал кері соққы беріп, екеуінің арасында төбелес басталады. Елес балалармен төбелесіп жатқанда, Хен Джи сергек болу үшін шырын ішеді. Ол зұлым елеске шабуыл жасамақшы болды.
бірақ ол оны ұстап алып, оны сүйіп алмақ болған кезде ауаға көтеріп жіберді. Бұл Хен Джидің наразылығын тудырды. Мұны көрген Бонг Пал орнынан тұрып, елеске қарсы шығады. Бірақ бұл күшті алыпқа қарсы ештеңе көмектеспейтін сияқты. Елес Бонг Палды азаптап жатқанда, Хен Джи оның әлсіздігін, кеудесіндегі тесілген жараны байқайды. Ол бұл туралы Бонг Палға хабарлаған кезде, біздің кейіпкеріміз елесті жараға тікелей ұрып, оның тірілер әлемінен жоғалып кетуіне себепші болады. Жын шығарудан ақша тапқаннан кейін, Шун Санг, Ин мен Рангпи Бонг Пал қалғанын өздеріне қалдырады. Осы соңғы жын шығаруды аяқтағаннан кейін, екеуі оны бизнеске айналдыруды шешеді. Олар Бонг Палмен сөйлесіп, оған жаңа жоспарлары туралы айтып береді. Олар дыбыс инженері сияқты жұмыс іздейді, ал Бонг Пал елестерді қуумен айналысады. Осылайша, Бонг Пал жаңа концерттер табамын деп алаңдамайды. Ол дуэтпен келісім жасасуға келіседі. Дегенмен, ол әлі де олардың Ghost Net клубына қосылудан бас тартады. Суға батып бара жатқан кемесін құтқару үшін Шун Санг пен Ранг өз кезегінде ғашық болған досы Со Хенге жүгінді. Бонг Палдың оған деген сезімін біле отырып, олар оны клубқа қосылуға көндіреді. Бұл Бонг Палды да қосылуға көндіреді деп үміттенеді. Олардың қиыншылықтар мен баспанасыздық туралы әңгімесін естіген соң, Сойын клубқа қосылуды шешеді. Жоспар сәтті болды. Өйткені Бонг Пал ақыры қосылуға келіседі. Клуб қайта құрылғаннан кейін, оның барлық мүшелері басқа студенттік клубтар сияқты пикникке баруға шешім қабылдады. Олар Рангтың отбасы коттеджі бар жақын маңдағы пикник алаңына барды. Коттедждің жанында көл бар. Онда Хен Джи мен Со Хен демалу үшін докта отырады. Олар судағы елес оларды келген сәттен бастап бақылап отырғанын білмейді. Со Хен сол жерде отырғанда, елес оның аяғынан ұстап, суға тартып алады. Ол жерде де бар Хен Джи дүрбелеңге түседі. Ол жағдайды толық түсінбей тұрып, Анг Пал Со Хеннің суға батып бара жатқанын байқайды. Ол Хен Джиді шетке итеріп жіберіп, Су Иенға судан шығуға көмектеседі. Оның суға қалай түскенін сұрағанда, Су Иен оны біреу шығарып алғанын айтты. Мұны естіген Бонг Пал бірден Хен Джиге күдіктене бастады. Өйткені ол Су Хенді ұнатпайтын адам. Хен Джи мұны жоққа шығарады, бірақ Бонг Пал оған сенбейді. Бонг Палдың жалған айыптауына ашуланған Хен Джи кетіп қалады да, өзін тыныштандыру үшін докқа отырады. Бонг Пал Соенге жақпамай сатып алуға кетіп бара жатқанда, ол дүкен иесінен көлде елестер бар екенін және сол жерде көптеген адамдардың өмірін қиғанын біледі. Хен Джидің шындықты айтқанын және қазір оған қауіп төніп тұрғанын түсініп, оны құтқару үшін көлге қарай асығады. Осы уақытта Хен Джи көлдің жанында отырады. Өйткені елес оны аяғынан ұстап суға тартып жатқанда, елес оны суға тереңірек тартып, оны қиындатады. Оған қарсы тұру үшін дәл осы сәтте Бонгтың досы пайда болады. Ол Хен Джиді құтқару фильміне түсіп қалады, бірақ елестің тұзағына түседі. Хен Джидің суға батып бара жатқанын көрген Бонг Пал елеспен соғысып, оның ақыретте жоғалып кетуіне себепші болады. Содан кейін ол жоғалып бара жатқан Хен Джиді құтқарады. Алайда, ол көп ұзамай бұл сынақтан айығып, Бонг Палды құшақтап, оның бұрын қаншалықты қорыққанын айтып берді. Бұл оқиға Хен Джидің өзін әлсіз сезінуіне себеп болды. Оның жағдайының нашарлап бара жатқанын көрген Бонг Пал оған қамқорлық жасау үшін колледжді тастап кетуге бел буады. Хен Джи ұйықтап жатқанда, оның қайтыс болған күні, оны көлік қағып кеткені және оны жоқтап жатқан әйел туралы естеліктері бар. Хен Джидің оянуға тырысып жатқанын көрген Бонг Пал оны тыныштандыруға тырысады, бірақ оның жағдайы жақсармайтын сияқты. Ол Со Иенға колледжге келе алмайтынын айтады. Себебі ол өзін нашар сезінеді. Ол мұны Хен Джиге қамқорлық жасау үшін жасады. Ол өзін жақсы сезінеді деп үміттеніп, оған күні бойы сорпа дайындайды. Ақыры есін жиған кезде Хен Джи Бонг Палға өзінің арманы туралы айтып береді. Онда ол өзінің өткен күндерін еске түсірді. Ол әлі күнге дейін түсіндегі әйелдің кім екенін және оның қалай өлгенін түсіне алмайды. Келесі күні Ранг пен Чун Сан өз командасына форма сатып алуды ұйғарды. Трио дүкенге барып, өз мамандығына сай қара костюмдер сатып алады. Хен Джи Бонг Палдан оның формасын сатып алуын сұрайды. Өйткені ол команданың бір бөлігі, бірақ Бонг Пал бас тартады. Сатып алғаннан кейін, команда келесі жұмысына тікелей ғимаратқа бет алады. Бір әйел қызын оғаш қылық көрсете бастағаннан бері бөлмеге қамап қойған. Өткенде бұл әйелдің қызы Ен Сунды мектептегі үлгерімі төмендеп ұрсып жатқаны белгілі болды. Ол 12-ші орында тұрса да, қызы үшін аянбай еңбек етіп жатырмын деп сенген әйелге бұл жақсы нәтижеге жету үшін жеткіліксіз болды. Анасының үнемі қысымына байланысты Ен Сун өз өмірін қиюды шешті. Алайда, ол ғимараттан секіре алмай тұрып, оның осал жағдайын пайдаланып, елес оған бой алдырды. Бір күні анасы қызының бөлмесіне жеміс жидек әкеліп жатқанда, ол барлық жерде шашылып жатқан жыртылған беттерді көріп шошып кетті. Ен Сун парақтарды әдейі тырнап жатқан, ал анасы оны тоқтатпақ болғанда, ол қолын кесіп алған. Бұл жеткіліксіз сияқты. Ол ашық киім кие бастады және қатты макияж жасай бастады. Бұл мектепке бара жатқан қызға сәйкес келмеді. Анасы оны бүлікшіл мінез құлық жасады деп айыптаған кезде, Ен Сун қызының баяғыда қайтыс болғанын айтып, оны итеріп жіберді. Осыған қарамастан, анасы оның артынан клубқа барды. Ол келгенде, қызының өзінен 2 есе үлкен адамға тым жақын отырғанын көріп шошып кетті. Ол ашуланып, қызының қолынан ұстап, бетінен шын жүректен ұрды. Ен Сун әуестеніп кеткендіктен,
ол ессіз күле бастады. Бұл анасына қызына бірдеңе дұрыс емес екенін түсіндірді. Бен Палмен сөйлескен кезде бір әйел қызын дәрігерлер мен бақсыларға қалай апарғанын айтып берді. Бірақ бұл оның жағдайын нашарлатты. Кенет жас Сонг есікті қағып, анасы оны жіберсін деп айқайлай бастайды. Анасы дүрбелеңге түскенде, Бон Пал оны тыныштандырып, әрі қарай тергеуді шешеді. Бөлмеге кірген кезде, Йен Сон қасындағы Хэн Джиді байқайды. Бұл олардың оның обсессивті екеніне сенуіне себеп болады. Бір сәтке Бен Пал бейкүнә қызды иемденген елесті көреді. Қыз бен Бен Пал арасында төбелес басталады. Бастапқыда Бен Палды елес оңай жеңеді. Хэн Джи оған көмектесуге тырысады. Бірақ Йен Сон онымен күресіп үлгереді. Бөлмеден айқай естігенде анасы үрейленеді. Бірақ Инран мен Джунг Сан оны тыныштандырып үлгереді. Ұрыс жалғасып жатқанда Йен Сон біздің жын шығарушыларға олардың әрекеттерін тойтарып, шабуыл жасауды жалғастыруда. Олар дуэтті құлатқаннан кейін Йен Сон пәтерден қашып кетеді. Йен Сон қалағандай, елес оны ойға келмейтін нәрсені жасауға мәжбүр етеді. Алайда, ол секіріп үлгермей жатып, Хэн Джи араша түсіп, оны қоршаудан сүйреп апарады. Ол Йен Сонгды оятуға тырысады. Бірақ елес оны толығымен иемденіп алған сияқты. Елес Хэн Джиді тұншықтырып өлтіргенде, Бон Пал дәл уақытында пайда болып, оның назарын өзіне аударады. Олардың арасында тағы бір шайқас басталады. Бірақ олардың барлық күш-жігеріне қарамастан, Бон Пал мен Хэн Джи Йен Сонгтың елесін пайдалана алмайды. Барған сайын агрессивті бола бастаған елес Бен Палды тұншықтыруға тырысады. Алайда, Йен Сонның анасы пайда болып, қызын шақырады. Ол қатал әрі әділетсіз болғаны үшін кешірім сұрап, Йен Сонгды тоқтатуға шақырады. Йен Сонг өзіне деген сенімділікке ие болған сайын, оның денесі күшейіп, елес оны тастап кетеді. Елесті қуып жібергеннен кейін, Бон Пал Йен Сонға зиян тигізуден қорықпай, бар күшімен қарсы тұра алады. Ақырында, ол елесті сәтті қуып жібереді. Ал анасы қуана-қуана қызымен қауышады. Олар бір-бірінен қателіктері үшін кешірім сұрайды. Бұл олардың өміріндегі бақыт пен махаббатқа толы жаңа тараудың басталуын білдіреді. Екінші жағынан, біз ветеринар және Бангпал университетінің профессоры Хе Сонгпен таныстық. Бірде ол студенті Хэн Джиннің өтініші бойынша қаңғыбас мысықты тексеріп жатқанда, мысық оның қолын тырнап алған. Ашуланған Хе Сон сол түні мысықты тауып алып, оны тырнап алғаны үшін өлтіреді. Өкінішке орай, Хэн Джин бұл қатыгез әрекеттің куәсі болды, бірақ сөйлеуге қорықты. Хе Сон кеткеннен кейін, Хэн Джин мысыққа жақындап, жақын жерден Хе Сонға арналған қораны тауып алады. Хе Сон сыныптан шығып бара жатқанда, ілмек жасап, оның жолында тек Хэн Джи тұрған кезде жағдай одан сайын күрделене түседі. Бұл Хэн Джиді күдіктендіреді, бірақ ол оларды шетке ысырып тастайды. Сабақтан кейін Сео Хэн Джинмен лекцияларды талқылайды. Хэн Джин кетіп бара жатқанда, Хе Сонның қаламы сөмкесінен еденге түсіп кетеді. Со Хэн оны көтеріп алады да, оның үстіндегі Хе Сонның атын көріп, оны профессорға қайтарады. Хэн Джиннің оның қылмысына куә болғанын түсінген соң, Хе Сон үйіне қайтып бара жатып, оған қаламды көрсетіп соқтығысады. Қауіпті сезген Хэн Джин қашып кетуге тырысады. Бірақ Хе Сон оны қуып жетіп, буындырып өлтіреді. Келесі күні ол университетке оралып, ештеңе болмағандай әрекет етеді. Осы уақытта Хэн Джидің досы Кенса оған Бонгпаломен бір университеттегі біреуге ғашық екенін мойындайды. Сол түні Кен Ча сүйіктісінің пәтерін тауып алып, ол туралы көбірек білу үшін айналаны зерттейді. Оның заттарын сұрыптап жатқанда, ол үстелдің тартпасынан Хэн Джидің студенттік куәлігін тауып алады. Дәл осы сәтте оның сүйіктісі пәтерге оралады. Ол оның күнінен басқа ешкім емес болып шығады. Ол сондай-ақ елестерді көре алады. Бұл оны Бенгпалға ұқсатады, немесе елестерге әуес болуы мүмкін. Кен жаны көргенде, ол күлге айналып, жоғалып кеткенше оны тұншықтырып өлтіреді. Осы уақытта саяхатшы орманда Хэн Джиннің жансыз денесін тауып алады. Полиция шақырылды, ал детектив Хе Сонды кісі өлтірді деп күдіктенеді. Себебі оның көлігі Хэн Джиннің денесі табылған жерге жақын жерде байқалған. Алайда Хе Сон өзінің қатысы барын жоққа шығарады және дәлелдердің жеткіліксіздігінен оны босатады. Соған қарамастан, детективтер оған әлі де күдікпен қарайды. Хэн Джидің студенттік билеті болуымен қатар, Хе Сонның Бонпалға деген арам ниеті бар сияқты. Өйткені ол үнемі әкесі туралы сұрайды. Уақыт өте келе, Бонпал мен Хэн Джи бір-біріне жақындай түседі. Бірақ екеуі де өз сезімдерін білдіруден тартынады. Келесі күні жын шығарушылар тобы басқа адамға көмекке барады. Ол обсессивті болып шығады. Оның әпкесі Бенгпалға ағасының бір кездері қатты ауырғанын, бірақ ол толық сауығып кеткеннен кейін кенеттен ұстамасы болғанын айтады. Содан бері ол төсекке таңылып, оянған сайын айқайлайды. Бір күні ол өзі басқара алмай, жуынатын бөлмеге қамалып қалды. Оның отбасы есікті аша алған кезде, олар оны душта білегінен кесіп алып, оның ойға келмейтін нәрсені істегенін көрсетті. Әпкесі мұны Бангпалуға түсіндіріп жатқанда, олар Хэн Миннің айқайын естиді. Олар оның бөлмесіне кіргенде, оның төсекте жатқанын көреді. Әпкесі пердені ашпақ болғанда, ол өздігінен жабылады.
бұл әдеттен тыс әрекетті көрсетеді. Дәл осы сәтте Бонг Пал мен Хен Миннің үстінде отырған елес әйелді көреді. Бонг Пал оны ұстап алмай тұрып, ол жоғалып кетеді. Кенет Хен үстел үстіндегі суретті байқайды. Суретте Хен Мин жаңа ғана елес болып көрінген сол қызбен бірге. Сұрағанда, отбасы бұл әйел Хен Миннің досы Су Хен екенін айтты. Хен Миннің анасы Су Ген қайтыс болғаннан кейін де ұлын ренжіткеніне қатты ашуланды. Келесі күні Хен Мин бақылауды жоғалтып, бөлмені бүлдіріп, бәрін төңкеріп тастайды. Маңдайынан қан ағып жатқанын көрген әпкесі ол үшін алаңдай бастайды. Кенет Хен Мин дауысты естіп, жауап ретінде үйден шықпас бұрын әпкесін құлатып алады. Ол кеткеннен кейін әпкесі Су Кюннің елесін көреді. Ол қазір оған қатты қарап тұр. Ол қорқып, Бонг Палға қайта қоңырау шалып, жағдайды хабарлайды. Хен Миннің қайда бара алатынын сұрағанда, ол өзінің сүйікті жері өзен екенін, сүйіктісімен бірге барған жерін және оның сүйектерін қайда шашып жібергенін айтады. Жасөспірім тез өзенге қарай бет алып, көпірден Хен Минді тауып алады. Хен Мин қоршаудың шетінде тепе-теңдікті сақтаған кезде, Хен оның ойға келмейтін нәрсені жасауына жол бермеу үшін телепортация жасауды шешеді. Көпірге жеткенде, ол Хен Миннің артында тұрған Су Хеннің елесін құлатады. Неліктен біреуге зиян тигізгісі келетінін сұрағанда, елес оның жігітін құтқаруға тырысып жатқанын түсіндіреді. Хен жағдайды түсінбей тұрып, Хен Мин көпірден секіреді. Бақытымызға орай, Бонг Пал дәл уақытында келіп, Хен Минді құлап қалудан құтқарады. Ол Хен Минді жағаға шығарғаннан кейін, оған Су Хеннің елесі келіп, оның өмірін қиюын өтінеді. Флешбекте Хен Минге мейісігі диагнозы қойылған анықталды. Дәрігер оған операциясыз бар болғаны 3 ай өмір сүретінін, тіпті операция жасалса да, табысқа кепілдік бермейтінін айтты. Сол түні өмірінің қысқа болуына қайғыға батқан Хен Мин шамадан тыс мас болып қалды. Жанынан өтіп бара жатқан Су Ген оны көріп, араша түсті. Оны көлік қағып кетпес бұрын, ол оған толыққанды өмір сүрудің маңыздылығын түсінуге көмектесті. Олардың алғашқы кездесуінен бастап, Хен Мин оған қатты ғашық болды. Бұл екеуі жұп болып, бірге өмір сүрудің керемет естеліктерін жасады. Содан кейін операция күні келді. Оның аман қалмауы мүмкін екенін біліп, егер операция сәтсіз болса, Су Генмен сөйлесе алмай, оған қоңырау шалуды шешті. Оның ауруы туралы білгеннен кейін, Су Ген ауруханада Хен Минмен мүмкіндігінше тезірек байланысуға асықты. Алайда, өкінішке орай, оған бара жатқан жолда оны жүк көлігі қағып кетіп, ол қайтыс болды. Бұл арада операция сәтті өтті. Су Генмен жақсы жаңалықпен бөлісу мүмкіндігіне қуанған Хен Мин оған телефон соқты, тек оның қайтыс болғаны туралы басқа біреу хабарлау үшін. Бұл хабардан қатты күйзелген оның денсаулығы нашарлап, өз өмірін қиюды ұйғарды. Ота жасатуға тәуекел еткен әйелсіз өмір сүру туралы ойға шыдай алмай, оның өлімімен келісу мүмкін емес деп тапты. Өйткені олар бірге өмірлерін жоспарлап қойған. Қазір Хен Мин Су Генмен бірге ақырет өміріне қосылғысы келетінін білдіріп жатыр. Алайда Су Ген одан бұлай жасамауын өтініп, оның бақыты, оның дені сау және толыққанды өмір сүруінде екенін алға тартады. Содан кейін ол Хен Минмен енді ешқашан өзіне зиян тигізбеймін деп уәде береді. Уәде бергеннен кейін, ол ақырет өміріне саяхатын жалғастырып жатқан Су Генмен қоштасады. Көптеген күндерді бірге өткізгеннен кейін, Бонг Пал мен Хен бір-біріне деген сезімдерін оятты, ал Бонг Пал оған деген сүйіспеншілігін мойындап үлгерді. Алайда, бір күні монах мен Чол Бонг Пал жоқ кезде, оның пәтеріне барғанда, ол Хен мен кездеседі. Ол оны көре алмаса да, оның бар екенін сезеді. Бонг Палдың елестерге қатысы бар екенін біле тұра, менің жас құлым Хен өзінің игілігі болмысы үшін оны басқаруға көндіреді. Содан кейін ол Бонг Палдың қайғылы өткенін ашады. Ол бала кезінде зұлым рухқа бой алдырған, ал ата-анасы оны қуып жіберу үшін Мен Кулдан көмек сұраған. Мен Кул рухты қуып жібергенімен ол қалды. Ақырында Бонг Палдың анасын оның көзінше өлтірді. Бұл оның елестерді көру қабілетіне әкелді. Кейіннен Бонг Пал өзінің ерекше мінез құлқына байланысты қудалауға ұшырады. Бонг Палдың елестер тудырған бұрынғы азаптарын білген Мен Чхол Хен өзінің амандығы үшін оны жалғыз қалдыруға көндіреді. Ол өзінің қатысуының Бонг Палдың өміріне тигізетін кері әсері туралы ойлағанда, Хен бетінен жасы ағып кетеді. Бонг Палы үйге келген күні Мен Чхолдың туған күніне қалдырған тортын тауып алады. Сол күні кешке Хен екеуі туған күнін круиздік кемеде тойлайды. Онда Хен одан бәрі үшін кешірім сұрайды. Содан кейін ол Бонг Палдан сусын әкелуін сұрайды. Алайда Бонг Пал қайтып келгенде, оны еш жерден таба алмайды. Ол оның өмірінен жоғалып кетті. Артында тек әдемі естеліктер қалды. Сол түні Бонг Палы үйге келгенде, Хен көйлегі жоғалып кеткенін көрді. Мен Чхол екеуінің арасында бірдеңе болды деп күдіктеніп, ол монахқа тап болып, одан Хен мен әңгімесі туралы сұрайды. Мен Кул Хен кетуге нұсқау бергенін мойындады. Бұл Бонг Палды ашуландырды. Келесі күні Хен желілі кафеге келіп, Диханның эссе академиясын іздейді.
Бұл тақырыпты ол өзінің аяндарында жиі көреді. Ол ақпарат жинап жатқанда, ол бұрын апатқа ұшыраған академияның орналасқан жеріне қарай бет алады. Кенет әйелді көлік қағып кетті. Бірақ бақытымызға орай, бұл маңызды емес. Алайда, бұл көрініс Хен Джидің өз апаты мен Хнейл университетінің ауруханасына түскені туралы естеліктерін оятады. Оның есіне түсіре алмағаны, апатқа Хе Сун кінәлі болған. Қазіргі уақытта Хе Сун Хен Джиді Са академиясының сыртында байқап, оны көре алатынын көрсетті. Сол түні Хен Джи ауруханадан шығып, өзін және өзінің көзқарасын көрді. Көшеде ол анасын кездестіреді. Ол өзінің естеліктерінде оны жоқтаған әйелді кездестіреді. Хен Джи анасының үйіне еріп, оның фотосуреттерімен, кубоктармен және медальдармен безендірілген аумақты зерттейді. Кенеттен анасына шұғыл қоңырау келіп, оны шұғыл түрде ауруханаға баруға шақырады. Келген кезде дәрігер оған қызы Хен Джидің есеңгіреп қалғанын және оны жансақтау бөліміне ауыстырғанын хабарлайды. Хен Джи оның өлмегенін, бірақ 5 жылдан бері комада жатқанын білгенде есеңгіреп қалды. Оның денесінің реанимация бөліміне жеткізілгенін көргенде, ол қорқыныш пен жеңілдік сезімін сезінеді. Екінші жағынан, Бонг Пал және оның командасы басқа миссияға аттанады. Кенеттен олардың фургонының алдында елес пайда болып, оларды кетуге мәжбүр етеді. Белгілі болғандай, бұл оларға жер аудару тапсырылған елес. Бонг Пал елесті оңай жеңеді, бірақ жылдамдықпен келе жатқан көлікке соғылып қалмас үшін жарақат алады. Ранг пен Чон Санг оны ауруханаға, Хен Джи тұрған ауруханаға апарады. Оның денесін көріп, оның тірі екенін түсінген Хен Джи енді Бонг Палмен бірге бола алатынын бірден түсінеді. Осы кезде Хе Сун оның артынан ауруханаға барды. Өз ресурстарын пайдалана отырып, ол Хен Джидің әлі тірі екенін, бірақ 5 жыл бойы комада жатқанын біледі. Оның оянғанының белгісі болмаса да, ол тәуекелге барғысы келмейді. Өйткені егер ол бәрін есіне түсірсе, оны полицияға тапсыруы мүмкін. Ол Хен Джидің денесінің жанында болған кезде, оның елесі Бонг Палды аурухананың жанынан тауып алады. Ол оны енді ешқашан тастамайтынына және тірі екеніне сендіреді. Ол басқа ештеңе айта алмай тұрып, қатты қиналады. Ол Сонг өзінің зұлым күштерін оған зиян келтіру үшін пайдаланып жатқаны белгілі болды. Ол Хен Джиге сәтті зиян келтіргеннен кейін, Хен Джидің елесі жүрегі тоқтап, ауада жоғалып кетті. Осы уақытта дәрігерлер Хен Джиге жүгіріп барып, жасанды тыныс алып, электрошок жасады. Бақытымызға орай, олар оны есіне түсірді және 5 жылдан кейін ол ақыры көзін ашты. Хе Сун Хен Джидің есін жиғанына қатты ашуланды. Оны сол ауруханада Бонг Пал тауып алады. Алайда, оның қорқыныштысы, ол ештеңе есінде жоқ. Тіпті оның апаты да. Бонг Пал оны құшақтап алған кезде, ол оны танымайтынын және оның бөлмеден кетуін қалайтынын айтып, оны итеріп жіберді. Бонг Пал алғашында шошып кетті, бірақ оның есте сақтау қабілетінің жоғалғанын білгенде, ол келесі күндерін сыйлықтар әкелумен, оған күтім жасаумен және тамақ әкелумен өткізеді. Ол Хен Джиге өзінің жігіті екенін айтқан кезде, ол күтпеген жерден ұсталды. Өйткені ол Бонг Палды өзінің досы деп санамайды. Теріп жас, уақыт өтіп жатыр. Ал Хен Джи Бонг Пал ол туралы өзінің сүйікті түсі мен кітаптарынан бастап, сүйікті тағамдарына дейін бәрін білетінін байқайды. Ол оның серіктестігінен ләззат ала бастайды. Дегенмен, ол оны әлі де өзінің жігіті ретінде қабылдауға дайын емес. Бөлмесіне кетіп бара жатып, Бонг Пал оны тоқтатуға тырысады. Соның салдарынан Хен Джи балдақтарынан айырылып, еденге құлап кетеді. Ал Бонг Пал құлап қалмас үшін оны көтеріп алады. Олардың орта мектептегі алғашқы кездесуін еске түсіретін жоспардан тыс сүйісу болғалы тұр. Хен Джи Бонг Палдың оны сүйгеніне наразылығын білдірсе де, жүрегінде ол асқазанында көбелектерді де сезеді. Полиция орманда Бонг Палдың әкесінің денесін тапқанша, ақыры бәрі тамаша болатын сияқты. Әкесі оны кішкентай кезінде әйелін өлтірген зұлым рухты ұстау үшін тастап кеткен. Бонг Пал мен Чхон мәйітті анықтау үшін мәйітханаға шақырылады, және олардың таңғаларлығы бұл Бонг Палдың әкесі екені белгілі болды. Бонг Пал әрқашан әкесін тастап кеткені үшін оны ұнатпайтын. Бірақ оның өлімі, оны әкесінің өліміне хаттарға жылдар бойы жауап бермегені үшін өкінішпен толтырады. Хен Джи әкесін жерлеуге құрмет көрсету үшін келеді. Алайда ол марқұмның суретін көргенде қатты шошып кетеді. Кенеттен оған Бонг Пал оның әкесімен алғашқы кездесуі туралы естеліктер орала бастайды. Ол онымен 5 жыл бұрын ғибадатхананың жанында танысқан екен. Хен Джи бұл туралы мен Джунға айтқан кезде, Бонг Пал оның әкесі оған жақсылық сұрап жүгінгенін есіне алады. Ол оған конвертті беріп, оны көрсетілген мекен жай бойынша ұлына жеткізуін өтінді. Конвертте Бонг Палдың мекен жайы және монах мен Чонның Бонг Пал оны өзіне енген зұлым рухтан қорғау үшін қолданған ғұрыптық құралы болған. Зұлым рух Бонг Палдың денесінен қуылғаннан кейін ол анасын өлтірді. Содан кейін рәсімді табу үшін Хе Сонға көшті. Құралды алып, оны жойыңыз. Бұл құрал Хен Джидің қолында болғандықтан,
ол оны өлтірмек болды. Алайда оның сөмкесін тексергеннен кейін ішінен ештеңе таппады. Хен Джидің әңгімесін тыңдағаннан кейін Манах мен Чхон зұлым рухты бір жолы ауыздықтау үшін шаралар қабылдау керектігін түсінеді. Манах әйелдің көмегімен ол зұлым рухтың энергиясын ұстай алатын қылыш алады. Дегенмен, бұл рәсім өте қауіпті және маған жас Цзидің өмірін қиюы мүмкін. Екінші жағынан, Хе Сон Хен Джиге жақындап, өзін профессор Бонг Пала деп таныстырады. Содан кейін, ол оны өз клиникасына шақырады. Сонда оны сусынына құйып, есінен танып қалады. Кейіннен ол оны ұрлап әкетіп, оны жазатайым оқиғаға дейін салттық құралды қайда сақтағанын есіне түсіреді. Хен Джи оны өз мектебіне апарады. Онда ол құралды шкафында сақтаған. Енді құрал табылғаннан кейін, Хе Сун оны тірілер арасында одан әрі өмір сүруін қамтамасыз ету үшін оны жойып жіберуі мүмкін. Хен Джи қазір оған пайдасыз болғандықтан, ол оның өмірін аяқтауды шешеді. Оны тұншықтырып өлтірмес бұрын, Бонг Пал оны тауып алып құтқарады. Бонг Пал мен оның күнінің арасында төбелес басталады. Бірақ оның күнінің күшті зұлым күштерінің арқасында ол жеңіске жетеді. Бонг Пал оны құлатқаннан кейін, зұлым рух Бонг Палды өлтірмек болғанда, мен Чхон орнынан тұрып, қылышын қанымен іске қосып, оның күніне шабуыл жасап, зұлым рухтың денесін тастап кетуіне себепші болады. Зұлым рух басқа біреуді иемденбес бұрын, мен Чхон өзін ұсынады. Рух оған жақындағанда, ол қылышын алдына қойып, зұлым рухты оның ішінде ұстауға тырысады. Алайда оның күш-жігері нәтижесіз болып шығады. Өйткені зұлым рух оны жаралап тастайды. Содан кейін Хен Джи салттық аспапты Бонг Палға лақтырады. Ол оны киіп, бір соққымен жаратылыстың тіршілігін бір жола тоқтатады. Зұлым рухты жеңгеннен кейін ол мені, жас Ши онды оятуға тырысады. Бірақ одан ештеңе шықпайтын сияқты. Бонг Пал үмітін үзген бойда, Манах оған күлімсіреп, рәсім кезінде шабуылдан шынымен аман қалғанын көрсетеді. Оянғаннан кейін мен Чхон Ха Сунды тексеріп, оның әлі тірі екенін біледі. Полиция келіп, Хе Соңды жасаған барлық кісі өлтірулері үшін қамауға алады. Ол да құрбан болғанымен, оған зұлым рух ие болды. Өйткені ол бастапқыда біреуді өлтірмек болған. Хен Джи анасымен қайта қауышты. Ол Хен Джидің өміріндегі барлық бақытсыздықтар үшін Бонг Палды кінәлайды. Ол Бонг Палға ертең олар үйге қайтатынын, және егер ол оны шынымен жақсы көретін болса, оны дәл қазір жіберуі керек екенін айтады. Бонг Пал Хен Джидің анасының шешімін құрметтейді және Хен Джимен кездесуден аулақ болады. Кейінірек Хен Джи Бонг Пал университетіне түсемін деген үмітпен сет емтиханын тапсырады. Нәтижелері жарияланған күні оны елес мазалай береді. Алғашында елестерді көрудің жаңа қабілетінен қорыққан Хен Джи Бонг Палдан оларға қарсы тұруға батылдық табады. Бірінші курс студенттерінің кеші кезінде кейбір қыздар Бонг Палды оларға қосылуға шақырады. Хен Джидің емтиханнан өте алмағанын білген Бонг Пал алдымен оның қатысуы керек пе, жоқ па деген сұрақ қояды. Өйткені ол жерде болмайды. Алайда қыздар талап қояды. Ал Бонг Пал баруға шешім қабылдайды. Таңқаларлығы, ол бірінші курс студенттерінің арасында Хен Джиді байқайды. Ол университетке түскені белгілі болды, бірақ оны таң қалдыру үшін оны құпия ұстады. Сол түні Бонг Пал батылдық танытып, Хен Джидің анасына тағы бір рет барды. Оның мұнда не үшін келгенін сұрағанда, ол Хен Джимен кездесуге оның рұқсатын алғысы келетінін мойындады. Хен Джидің анасы бастапқыда Бонг Палды ұнатпайтынын мойындады. Өйткені оның қызы 5 жасар комадан енді ғана айығып кетті және ол қасындағы бейтаныс адамға шыдай алмады. Алайда, онымен кездесіп, онымен жақынырақ танысқаннан кейін, ол енді оны қызының жігіті ретінде қабылдауға дайын. Өмір қалыпты жағдайға оралады, бірақ одан да қанағаттанарлық түрде. Бонг Пал мен Хен Джи махаббаттарын тапты. Бұл арада Джун Сангин мен Ранг Хен Джиді ресми түрде қосылуға шақыру арқылы клубтарын кеңейтуді көздеп отыр. Бонг Пал мен Хен Джи бастапқыда жұмыс істеуден тартынды, бірақ елестердің бәрі зұлым емес екенін түсінгеннен кейін өз ойларын өзгертті. Олар біреудің адасқан жандарын ақыретке апару қажеттілігін түсінеді. Бонг Палмен күнмен сөйлесіп, тәуекелге және ең төменгі жалақыға қарамастан, неге жын шығаруды жалғастырып жатқанын сұрайды. Мен күн елестерге осы дүниедегі реніштерін шешуге көмектесетінін, сондай ақ адамдарға қорқыныштарын жеңуге көмектесетінін айтады. Ол адасқандарды басқару әркімнің бақыты мен әл-ауқатына кепілдік беретініне сенеді. Елестерге көмектесуге деген ұмтылыстың жетегінде кеткен Бонг Пал мен Хен Джи клубқа ресми түрде қосылуға шешім қабылдады. Олардың мақсаты